Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. 131 сабақ. Мен не үйрендім тақырыбы. Ендеше балалар, сабағымыздың оқу мақсаттарына тоқталып өтейік. Бүгінгі сабағымызда көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға, ұзындық, ені, периметрін табуға берілген есептерді, тура және жанама тұжырымдамамен берілген есептерді талдауға және шығару, кері есептерді құрастыруға және шығаруды үйренетін боламыз. Ендеше балалар, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Есептерге сәйкес келетін өрнектерді тап дейді. Бірінші есеп. А нұсқасы. Бірінші альбомда 26 фотосурет бар, ал екіншісінде одан 18-і артық. Екі альбомда неше фотосурет бар? Балалар, бұл берілген шарт есеп, солай ма? Бұл шарт есепке байланысты мына берілген есептердің қайсысы сәйкес келетін табуымыз керек. Енді ойланайық балалар. Бізде бірінші альбомда 26 фотосурет бар. Ал екіншісінде одан 18-і артық дейді. Ендеше балалар, біз не істеп алуымыз керек? Екінші фотосуретті тауып алуымыз керек. Дұрыс айтасыңдар. Оны табу үшін біз 26 мен 18-ді қосып аламыз, 26 мен 18-ді қосып алғаннан кейін оған бірінші альбомдағы фотосуретті қосамыз. Яғни 26 мен 18-дің қосындысына тағы да 26-ны қосамыз. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде екінші кестедегі берілген есепті таңдаймыз. Дәл осылай балалар, келесі А нұсқасы мен Б нұсқасын өздерің шығара қойыңдар. Келесі балалар, үшінші есепке назар аударамыз. Үшінші есепте деген есеп берілген екен, Ендеше балалар, бұл жердегі есеп өте оңай. Яғни біздің өткен көбейту кестеміз екен, Соған байланысты есептер берілген. Және бөлуге де арналған есептер берілген екен. Ендеше бірінші жолын шығарып көрсетейін. 6 мен 5-тің көбейтіндісінің мәні балалар 30-ға тең. 18 мен 16-ның бөлінісінің мәні 3-ке тең. 45 пен 9-ның бөлінісінің мәні 5-ке тең. Дәл осылай балалар, келесі жолдарындағы есептерді есептеңдер. Келесі балалар, төртінші есеп. Төртінші есепте қабырғаларының ұзындығы 6 см және 4 см болатын тіктөртбұрыш сызыңдар. Және сол тіктөртбұрыштың периметрін табыңдар. Балалар, бұл есепті шығару сіздерге қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Және де бұл жерде периметр тең 6 мен 4-тің қосындысын 2-ге көбейту деген формуланы қолдансаңдар болады. Яғни периметр тең А мен Б қабырғаларын жақша ішінде қосып аламыз, және оны 2-ге көбейтеміз деген формуланы қолданамыз екен. Келесі үй жұмысына балалар 5-ші және 6-шы есептерді аламыз. 5-ші есепті орындау сіздерге қиындық туғызбайды. Бұл логикалық ойлауды қажет ететін есеп балалар. Ал 6-шы есепте балалар, аздап тоқталып өтейін, Әрбір қатардың жазылу заңдылығын анықтау қажет. Әр қатарда кем дегенде 12 сан болатындай етіп жалғастырып жазуларың керек. Яғни балалар, бірінші А нұсқасына қараймыз. А нұсқасында бізде әрбір сан нешеге көбейіп отыр екен? 2-ге көбейіп отыр, Ендеше сол 2-ге көбею заңдылығын ары қарай 12 санға дейін толықтыруымыз керек. Бұл жерде бізде неше сан берілген? 4 сан берілген, солай ма? Ендеше соны 12-ге толықтыруымыз керек екен. Ендеше
1, оған 2-ні қосқанда, яғни 2-ге қосқанда, оның 3 болады. Оған тағы да 2 қосқанда 5, және оған тағы қосқанда 7. Одан кейін 9, 11, 13, 15, 17, 19 және 21 деп жазсақ болады. Е, балалар? Сонда біз 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 10 сан жазған болады екенбіз. Енді оны тағы да 12-ге жеткізу үшін 23, 25 деп жазуымыз керек екен. Сонда балалар 12 сан болатындай жалғастырып жазған болады екенбіз. Ары қарай келесі Б, В, Г, Д нұсқаларын өздерің жаза қойыңдар.